Қайырлы күн, достар. Бүгін сіздермен красный бархат пирожныйының рецептімен бөлісемін. Ең алдымен ұн салынған ыдысымызға какаомызды саламыз, және де разрыхлителімізді саламыз, және де қызыл осындай сухой красителімізді салып, жақсылап араластыратын боламыз. Құрғақ ыдысымызға бір жұмыртқамызды салып, үстіне қантымызды салып, миксермен ағарғанша араластырамыз. Және де үстіне жылы сүтімізді, ерітілген сары майымызды салып, тағы да араластырып аламыз. Және де бастапқыда араластырып алған құрғақ ингредиенттерімізді електен өткізіп саламыз. Миксердің жай жылдамдығымен жақсылап араластырамыз. Бізде осындай әп-әдемі тесто шығады. Кондитерлік қалташамызға дайын болған тестамызды салып аламыз. Тесто салынған қалташаның бас жағын кесіп, пергаменттің үстіне видеода көрсетілгендей етіп, тесталарымызды құйып шығамыз. Пергаменттің сапалы болуы міндетті. Дайын болған тесталарымызды 180 градуста қызып тұрған пеште 10 минут пісіріп аламыз. Біздің пирожныйларымыз дайын болды, және де жұптастырып аламыз. Кремін дайындаймыз. Ол үшін бізге құрғақ ыдысқа творожный сыр, үстіне қант салып, және де миксерлейміз. Үстіне салқын сливкиді құйып, жақсылап миксерлейміз. Крем өзінің формасын ұстай алатын қалыпта болуы керек. Креміне осындай насадка қолданамын. Насадканы кондитерлік қалташаға салып, және де барлық кремдерімізді салып алатын боламыз. Кремімізді видеода көрсетілгендей етіп, пирожныйларымызға орналастырамыз. Осы рецептпен бізде 12 пирожный шығады. Егер сіздерге көбірек керек болған жағдайда, рецепті 2-ге көбейтіп жасауларыңызға болады. Сәндеу жағы өз қалауларыңызда.
Осымен біздің красный бархат пирожныйларымыз дайын. Каналға тіркеліңіздер және де комментарий мен лайк қалдыруды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.